Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Көрмей жатып тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін бізде жаңа сериал. Ол Асыранды қыз деп аталады. Видеом ұнайды деп ойлаймын. Екінші сериясы 20 лайктан кейін шығады. Ал біз сериалымыз бастаймыз. Ой, міне таңда атып қапты. Мен барып әкесін оятып келейін. Әйтпесе, тағы да жұмысына кешігіп жүр. Әй, кім тұрсаңшы? Жұмысыңа кешігесің ғой. Ой, айтпақшы, иә, жұмыс бар екен. Шай ішіп үлгересің бе? Жоқ, үлгермеймін. Мен бара берем, сояқтан бірдеме ішіп алармын. Жақсы, мен одан да кеттім. Жарайды, жолым болсын. Ой, ана қыз неғып ашуланып жатыр. Бөлмесіне барып хабар алып келейін. Ұнамайды, маған бәрі ұнамайды. Ой, қызым, саған не болып қалды? Мына ойыншықтың бәрі маған ұнамайды. Бұл ойыншықтарды жек көрем. Менің ішім пысты, күнде бірдеме қайталана береді. Ойыншықтардан да жалықтым. Қызым, қойсаңшы. Осы ойыншықтарға жете алмай жатқанда адамдар бар ғой. Маған бұл ойыншықтар қызық емес. Мені ойнататын адамдар да жоқ. Тым болмаса бір сөйлесетін біреу де жоқ. Ешкімнің қолы босамайды. Осымен бәрінен жалығып кеттім. Тұл қызым, болды, жыламасаңшы. Жүр, одан да мен саған тамақ әзірлеп берейін. Жоқ, маған ештеңе ұнамайды. Мен ұйықтаймын. Жарайды. Мынам ая не болып баратыр күннен күнге. Өзі жалғыз болған сайын күйзелуде. Жарайды, мен одан да оған тамақ әзірлеп апарайын. Мына кішкентай жұмыртқаны үлкен тарелкеге салған дұрыс болмады. Одан да кішкентай тарелкеге сала салайын. Осы тарелка болар. Және мұнан да қоса салайын қасына. Ой. Ұйықтап қалыпсың ғой. Жақсы. Сені тұрғызбай-ақ қояйын. 2 сағат өтеді. Той бір ұйқымда келмей жатыр. Ұйықтап болған соң қарнымда ашып тұр. Оу, мына тамақты кім дайындап кетті екен? Дәмді ғой. Тезірек жеп алсам екен. Қарным ашып кетті. Ана тамақтарды кім дайындады екен? Өте дәмді екен. Бірақ анама бұлданғаным дұрыс болмады. Бірақ шынымен де менің қатты ішім пысады ғой. Сөйлесетін адамдар жоқ, шыны керек. Әкесіне хабарласып жіберейін. Қашан келеді екен? Алло? Алло, иә, не болды, айта бер. Жұмыстан қашан келесің? Кеш батайын деп жатыр ғой. Міне, осы бойы
Iya, tezірек кел. Міне, мен жұмыстан келдім. Әкесі сөйлесейікші. Иә, айта бер. Ана жаққа барайық. Қысқасы, біздің қызымыз Ая бар ғой. Иә. Сол жалғыз сұрап жүр. Осы бар бала асырап аламыз ау деймін. Ол кәдімгідей жалғызсырап, психологтың кабинетінен бір шығады ғой. Иә, бірақ балалар үйінен ертеңге қалдырмай, бір бала қыз әкелейік, онымен ойнасын. Иә. Да, мен қазір барып, балалар үйден бір қыз таңдап әкелермін. Жақсы, одан да мен кеттім. Ой, міне, әкесі қайда жүр? Адасып кетпесе болар. 20 минут өтеді. Ой, келіп қалдыңдар ма? Иә, міне, әкелдім. Ой, жаным, өзі сондай ниеткен секілді. Жарайды. Мен оны қазір аяға көрсетейін. Ал балақай, атың кім болады? Менің атым жоқ. Ой, жарайды. Одан да сен атында біз қоя салайық. Ал аты кім болсын? Аты Мариям болсын. Жақсы. Мен одан да ұйықтай берейін. Жарай ма? Жарайды, ұйықтай бер. Ая, сен ояныпсың ғой? Мамау, анау кім? Бұл сенің ені сіңірім болады. Қалайша? Ол қалай мен сіңірім болады? Біз оны асырап алдық. Міне. Жоқ, бұл маған ұнамайды. Қойшы, не үшін? Мен сенің орында болсам қатты қуанар едім. Бұл маған ұнамайды. Мен жек көремін, мен бір өзім тұрғым келеді. Біздің үйден кет, сені танымаймын. Сен біздің үйдің адам емессің, сен басқа біреудің баласысың. Қызым, не айтып кеттің? Хотя бы кішкене сыйласаң етті. Мен бұндайларды жек көремін. Ой, Мариям, ойма. Одан да сен менің қасымда ұйықтасаң болады. Жүр, барып ұйықтайық.